Бот қозын басып кетеді. Өзіңе қарай жай тарта бер. Осылай жайлауда мал төлдеген уақытта, қой ешкілер төлдеген уақытында ұстап алу үшін біраз күш керек. Ол жайдан жай ұстата салмайды. Лақты ұстағанымен үркек. Бұлар жайылымда жүрген мал. Сол үшін мынандай бізге пришпен құрық керек. Жаңа тұзақ дейді. Тұзаққа түсіру керек. Ол үшін қазір лақта жүрмейтіндей қылып екі аяғын байлап құрықты тастаймыз. Мінекей тұзақты құрдық. Анасы келу керек қазір. Барған уақытында тартамыз. Түсті. Лақты сәлақ қалдың ғой, тартпа. Қазір лақ басып кетеді. Болды, барып ұстап ол. Келесі кезекте мына бір қазақы қой. Осында песарлардың ішінде қазақ қойлар бар. Осыны ұстап аламыз. Әдем. Мына 4 қой, 1 ешкі. Негізі 6 қой сүйеді бұл жерге. 4 қой, 1 ешкіні жайылымнан қораға алып кетеміз. Ленталар шатаспау үшін біреудің аяғына, анасының аяғына, оң құлаққа осылай. Сол аяққа шатаспау үшін байлаймыз, өйткені қозылардың бәрі бір келкі, қап-қара. Сол себепті осылай ленталарды байлап қоямыз. Ал сонымен, құрметті көрермендер, видеомыз соңына жақындап қалды. Осылайша қолмен ұрықтандырғаннан кейін 24 сағаттың ішінде 17-18 тіпті 20 шақты қойлар туып жатады. Соларды жайылымнан қойды үйге айдап келмей-ақ, болмаса қойдың мазасын алмай-ақ, осылай жайылымнан ат-арбамен тасимыз. Осы мал туым уақытысында барлығын ойластырып, ат-арба жаңағыдай қажет болып жайлаудан алып келу үшін керекті шаралардың барлығын жасаймыз. Ендігі мәселе қораға алып барып, барлығын жайғастырамыз. Одиночкеге салатын одиночкеге, сақпанға қосатын сақпанға қосамыз. Видеоролигіміз соңында лайк басыңыздар, және де қоңырау шағын басып қоюды ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіз.